Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз мынандай әдемі резинкасы барлық әдемі тоқылған шапка тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге қажет мен ұзын лескадағы бізбен тоқимын 3-75 сантиметр біз. Сонымен бірге бізге қажет маркерлер түрлі және төбесін тігуге арналған ине, үлкен тесікті инелер. Және сантиметрлік лента өлшеуге арналған. Сонымен қатар ең маңыздысы бізге мынандай жіп керек болады. Газал Baby Wool 50 граммда 100 метр. Ұсынылатын біз 4,5-5. Номер, цвет номері 835. 31. Бізге 2 орама қажет. Ал егер дайын болсақ, онда мынандай шапканы тоқуға кірісейік. Тоқуға кірісеміз. Ол үшін біз қазір 90 ілмек жинаймыз. Классикалық түрде 90 ілмек жинаймыз. Менде ұзын лескадағы біз осылай 90 ілмек жинаймыз. Сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңіз бойынша жинайсыздар. 90 ілмек жинадық. Енді айландырып қосу үшін тағы бір ілмек қосамыз. 91. Екіге бөлеміз. Қараңыздар енді. Бір-біріне қосқанда ең бірінші істелген ілмегімізді екінші бізге саламыз. Ең соңғы терген ілмегімізді сол бірінші ілмектен өткіземіз. Тартамыз. Енді ол ілмекті қайтадан орнына қайтарамыз. Енді тоқуды бастаймыз. Жігіміз
бір бізіміз бір жағын шығарамыз. Енді бірінші қатар тоқымымыздың бірінші қатары. Бірінші қатар бір оң ілмек, екі теріс ілмек, бір оң ілмек, бір теріс, бір оң, екі теріс, бір оң, тағы бір теріс. Міне қараңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл бір раппорт. Енді осыны қайталаймыз. Оң, теріс, екі теріс, оң, теріс, оң, екі теріс, бір оң, тағы бір теріс. Екінші раппортымыз. Тоқыдық. Тағы да қайталайық. Бір оң, екі теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, екі теріс, бір оң, бір теріс. Үш раппорт тоқыдық. Енді төртінші раппорт. Бір оң, екі теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, екі теріс, бір оң, бір теріс. Осылай бүкіл қатарды тоқып шығамыз. Екінші қатарды тоқимыз. Ол үшін қараңыздар. Жаңа біз бірінші ілмекті былай тоқыдық. Классикалық түрде. Ал енді мұнда бізде айқастырылған оң ілмек болады. Сол үшін былай тоқымаймыз. Ал артқы қабырғасынан алып, айқастырып тоқимыз. Теріс ілмекті оны іштен кетемейміз, оны өзі қалай тұр, солай тоқимыз. Міне тағы да оң ілмекті айқастырып тоқимыз. Теріс ілмекті сөйтті қалады. Оң ілмекті бұлай тоқысақ, онда бізде кәдімгі классикалық түрде болады. Міне қарасаңыздар. Біз олай тоқымаймыз, оны артқы қабырғасынан алып айқастырып тоқимыз. Бұл жапондық резинка деп аталады.
оң ілмек тағы да айқастырып. Ал теріс ілмекті қалай тұр солай тоқи береміз. Оң ілмек тағы да. Оң ілмек. Айқастырып. Оң ілмек. Айқастырып тоқимыз. Осылай барлық ілмектерді тоқып шығамыз. Тек қана оң ілмектерді ғана айқастырамыз. Осылай қатар тоқи береміз. Үшінші қатар. Бірінші айқастырылған оң ілмек, екі теріс ілмек. Сосын мына жерде қараңыздар, мұқият. 3 ілмекті аламыз. Бірінші оң ілмекті жұмыстың алдына саламыз. Артындағы 2 ілмекті іліп аламыз. Мына ілмекке қайтадан екі ілмекті кигіземіз бізге. Енді қараңыздар, мына жерде айқастырылған оң ілмек, одан кейін теріс ілмек, одан кейін мында айқастырылған оң ілмек. 2 теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек. Мына бір рапортты тоқыдық. Енді екінші рапортында бірінші ілмегі, 2 теріс ілмек. Енді қайтадан міне 3 ілмекті бірге аламыз. Бірінші оң ілмекті жұмыстың алдында
2 ilmekti kiydirgizemiz. Qaytadan ilamiz. Endi qaramiz. Bunda ayqastirgan 10 ilmek. Odan keyin ters ilmek. Bunda ayqastirgan 10 ilmek. Екі ters ilmek. Ayqasқан 10 ilmek және ters ilmek. Bu екінші рапортымызда болды. Үшінші тағы да қайталап көрсетейін. 1 10 ilmek, 2 ters ilmek, одан кейін 3 10 ters 10 ilmekті үшеуін бірге аламыз. Не? Бірінші ilmekті жұмыстың алдында қалдырамыз. Екі ilmekті қайтадан ілеміз. Енді айқастырылған 10 ilmek, одан кейін ters ilmek және айқастырылған 10 ilmek. 2 ters ilmek, айқасқан 10 ilmek, ters ilmek, айқасқан. Ары қарай 2 ters ilmek, тағы да 3 ilmek. Бірінші ilmekті жұмыстың алдында, одан 2 ilmekті артына Мамасы иди сама. Жоламадық маған. Ничего не купил, я валет купил же, по-моему. Я же взял сегодня. ар жағында Каждый раз, когда 2 домой приезжаем, ters ilmek, айқасқан 10 ilmek, ters ilmek. Осылай қарай тоқи береміз. Төртінші қатар ilmектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Айқастырылған 10 ilmek, 2 ters ilmek, айқастырылған 10 ilmek, 1 ters ilmek, айқастырылған 10 ilmek, ters ilmek 2, айқастырылған 10 ilmek және ters ilmek. Бұл бір рапорт. Екінші рапорт. Айқастырылған 10 ilmek, 2 ters ilmek, 10 ilmek, ters ilmek, ters ilmek, 10 ters, ары қарай айқастырылған 10 ilmek,
2 теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, тағы бір теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек. Осылай енді барлық ілмектерді тоқып шығамыз аяғына дейін. Бесінші қатар. Бірінші айқастырылған оң ілмек, 2 теріс ілмек. Енді мына жерде қараңыздар, үшінші қатардағыдай 3 ілмекті бірге аламыз. Бірінші оң ілмекті жұмыстың алдына қалдырамыз. Былай. Артқы 2 ілмекті бізге қайтадан іліп аламыз. Енді жаңағы жұмыстың алдында қалған ілмекке бізге жаңағы ілмектерді қайтадан ілеміз. Енді айқастырылған оң ілмек, кәдімгі теріс ілмек, және тағы да айқастырылған оң ілмек қылып тоқимыз. Енді теріс ілмек, 2 теріс ілмек, мұнда айқастырылған оң ілмек, және теріс ілмек. Міне, бұл бізде бір рапорт оқыдық. Екінші рапорт. Айқастырылған оң ілмек, 2 теріс ілмек. Енді 3 ілмекті тағы да орындарын алмастырып тоқимыз. Ол үшін ең бірінші оң ілмекті жұмыстың алдында қалдырамыз. Міне, біздің орындар айырбастады. Енді жаңағы қалған 2 ілмегімізді қайтарамыз. Енді бірінші айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек тоқимыз. Және айқастырылған оң ілмек, 2 теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, және теріс ілмек. Бұл бізде екінші рапорт. Міне, әдемі болып шығып келеді. Қараңыздар. Мына оң ілмектерімізде ерекше айқастырылып тоққандықтан басқандай ерекше көрінеді. Енді үшінші рапортымыз. Айқастырылған оң ілмек, 2 теріс ілмек. Енді мына тағы да орындарын алмастырамыз да 3 ілмекті бірге аламыз. Бірінші ең алдында тұрған оң ілмегіміздің жұмыстың алдында қалдырамыз да 2 ілмегімізді орындарын бұлай айырбастаймыз. Енді қайтадан ілмектерді бізге қайтадан қайтарамыз. Бірінші айқастырылған оң ілмек тоқимыз. Екіншісін тоққанда кішкене қиынырақ болады. Өйткені бір-біріне жабысып қалады да. Айқастырылған оң ілмек. 2 теріс ілмек, айқасқан оң ілмек, 1 теріс ілмек.
Бұл бізде үшінші рапортымыз болды. Енді қалғанын өз бетімізбен ары қарай айналдыра соңына дейін тоқимыз. 6-шы қатар. Айқастырылған оң ілмек, 2 теріс ілмек, айқасқан оң ілмек, 1 теріс ілмек, оң ілмек айқасқан, 2 теріс ілмек, оң ілмек және теріс ілмек. Бұл бізде бір рапорт. Екінші рапортымыз оң ілмек, теріс ілмек, 2 оң ілмек, теріс ілмек, оң ілмек, 2 теріс ілмек, оң ілмек және теріс ілмек. Бұл бізде екінші рапорт. Бізде жұп санды қатарларды барлығын өрнектер қалай қарап тұр, ілмектер солай тоқып шығамыз. Біз оң деген ілмек тоққан кезде ғана барлығын айқастырып тоқимыз, ал теріс ілмектерді қалай тұр солай тоқи береміз. Барлығын жұп сандар болғанда, мына біз 6-шы қатар, сондықтан біз қалындай ілмектер тұр солай тоқимыз. Ешқандай ілмектердің орнын айырбастау деген болмайды. Осылай соңына дейін тоқимыз. 7-ші қатар. Бірінші айқастырылған оң ілмек. Енді келесі 3 ілмектің орнын алмастырамыз. Бірінші, екінші ілмегімізді артынан бірге аламыз. Енді соңғы ілмегімізді, 3 ілмектің соңғысын алдына шығарамыз. Бірінші ілмегімізді оң ілмек қылып тоқимыз. Екіншімізді оң ілмек, үшінші теріс ілмек. Келесі бір теріс ілмек. Келесі 3 ілмектің де орнын айырбастаймыз. Ол үшін ең бірінші оң ілмекті жұмыстың алдында қалдырып, қалған 2 ілмекті алдына шығарамыз. Бірінші бұнда теріс ілмек тоқимыз. Сосын 2 оң ілмек қылып тоқимыз. Айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек. Бізде бір рапорт болды. Келесі рапортымыз оң ілмек, 3 ілмегімізді орындарын айырбастаймыз. 3 ілмекті оң жақ бізге ауыстырдық. Арт жағынан бірінші, екінші ілмекті сол бізбен алдық та, соңғы ілмекті бірінші орынға қойдық. 2 оң ілмек тоқимыз, 1 теріс ілмек. 1 теріс ілмек. Келесі 3 ілмекті де айқастырамыз. Ол үшін 3 ілмекті оң жақ бізге алдық. Соңғы оң ілмекті артқа, қалған 2 ілмекті алдына ауыстырдық. Енді бірінші теріс ілмек және 2 оң ілмек қылып тоқимыз. Оң ілмек, теріс ілмек. Бұл бізде екінші рапорт.
орындарын айырбастаймыз. Алдыңғы екі ілмегімізді сол жақ білім ізімізге алдық. Ең соңғы ілмегімізді алдына қарай шығардық. Оң ілмекті тоқыдық. Екіншіні оң ілмек және үшіншіміз сол ілмек. Бір теріс ілмек, келесі үш ілмекті де орындарын айырбастаймыз. Ең алдыңғы ілмекті жұмыстың алдына қалдырамыз да соңғы екі ілмекті алдыға шығарамыз. Бір теріс ілмек, сосын екі оң ілмек. Оң ілмек және теріс ілмек. Барлық оң ілмектер айқастырылып тоқылады. Осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Өз бетімізбен. 8-ші қатар. Айқастырылған оң ілмек, одан кейінгі де айқастырылып оң ілмек, және тағы да айқастырылған оң ілмек. 3 оң ілмек, 3 теріс ілмек. Енді тағы да айқастырылған оң ілмек, айқастырылған оң ілмек, айқастырылған тағы бір оң ілмек және бір теріс ілмек. Бір рапорт. Барлық ілмектерді қалай қарап тұр, ілмек солай тоқимыз. Екінші рапорт. 3 оң ілмек, 3 теріс ілмек, тағы да 3 оң ілмек, бір теріс ілмек. Бұл біздің екінші рапортымыз. Тағы қайталаймыз. Айқастырылған 3 оң ілмек. Үш теріс ілмек. Және айқастырылған тағы да 3 оң ілмек. Бір теріс ілмек. Үшінші рапорт. Тағы бір рапорт көрсетейін. 3 оң ілмек. 3 теріс ілмек. 3 оң ілмек. Және бір теріс ілмек. Осылай бүкіл қатарды тоқып шығамыз. 9-шы қатар. 9-шы қатарда ең бірінші екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Ол үшін қараңыздар. Орын айырбастаймыз. Бірінші ілмекті айқастырылған оң ілмек тоқимыз. Екінші бізде теріс ілмек. Содан кейін айқастырылған оң ілмек.
бір теріс ілмек. Енді мұнда қараңыздар мұқият. Мұнда теріс ілмектің 1, 2, 3, үшінші несіне 1, 2, 3 үшіншіге кіргіземіз. Жіпті былай аламыз, ұзынырақ шығарамыз. Екінші жіп қайтадан тесікке кіргіземіз. Тағы да алып шығамыз. 3 рет. Енді қараңыздар, мына жаңағы ілмекті шығарамыз. Теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек. Енді мына 2 ілмектің тағы да орын айырбастаймыз. İşte terіс ілмек. Және айқастырылған оң ілмек. Сосын бір теріс ілмек. Бұл біздің бір рапортымыз. Қайтадан қайталаймыз. Қараңыздар, екінші. 2 ілмектің орынын айырбастаймыз. Айқастырылған оң ілмек қып тоқимыз. Екінші ілмегіміз теріс ілмек. Оң ілмек. Теріс ілмек. Енді мұнда жаңағы 1, 2, 3 қатардағы тесікке кіргіземіз де, біреу, бір жіпті аламыз, және 3 жіп аламыз. Бір теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек. Енді мына 2 оң ілмекті айқастырамыз. İşte теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек. Және бір теріс ілмек. Тағы бір рет қайталайық. Екі ілмекті аламыз. Орындарын айырбастаймыз. Бірінші ілмекті айқастырылған оң қып тоқимыз. Екінші ілмекті теріс ілмек. Оң ілмек. Және теріс ілмек. Мұнараға тағы да бірінші, екінші, үшінші қатарға түсеміз де, жіпті былай аламыз, созамыз, тартамыз. 1, 2 және 3. Ілмекті шығарамыз. Ары қарай бір теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек.
екі ілмекті тағы да орындарын айырбастаймыз. Теріс ілмек және айқастырылған оң ілмек. Бір теріс ілмек. Екі ілмектің орындарын айырбастаймыз. Артынан аламыз. Алдынан айқастырылған оң ілмек. Екінші ілмегімізді теріс. Оң ілмек. Теріс ілмек. Бір, екі, үш. Үшінші тесікке мұнараға бізімізді кіргіземіз де жіпті аламыз. Бір, екі, және үш. Ілмекті босатамыз. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Және екі ілмектің орнын тағы да айырбастаймыз. Мұнда ілмек алдынан аламыз. Артына. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Және теріс ілмек. Осылай бүкіл қатарды тоқып шығамыз. 10-шы қатар. Айқастырылған оң ілмек. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Және теріс ілмек. Енді мына бағанағы 3 тартылған ілмектерімізді кәдімгі оң ілмек қылып тоқимыз. Ары теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Теріс ілмек. Оң ілмек. Және теріс ілмек. Бұл біздің бір рапортымыз. Тағы да айқастырылған оң ілмек. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Теріс ілмек. Және ортаңғымызды кәдімгі оң ілмектер қылып тоқимыз. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Теріс ілмек. Айқастырылған оң ілмек. Бір теріс ілмек. Бұл екінші рапортымыз. Тағы бір қайталап шығақ. Оң ілмек. Айқастырылған теріс ілмек. Оң, теріс. Кәдімгі оң ілмектер. Теріс. Оң. Теріс. Оң. Теріс. Осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. 11-ші қатар.
теріс ілмек, айқасқан оң ілмек, теріс ілмек. Енді мұнда қараймыз, бағанағы біздің тоққан ортадағы 3 ілмегіміз. Біз классикалық түрде тоққандықтан оларды айландырып аламыз. Қайтадан орнына кіргіземіз. Енді міне 2 ілмекті аламыз. Орындарын айырбастаймыз. 3 ілмекті бірге тоқимыз. Арқай теріс ілмек, теріс, теріс. Бұл біздің бір рапорт. Тағы да қайталайық. Оң, айқастырылған, теріс, оң, теріс. Енді мұнда ортадағы 3 ілмекті айландырып аламыз. Қайтадан орындарына кіргіземіз. 2 ілмектің орнын айырбастаймыз. Енді осы 3 ілмекті бірге оң ілмек қылып тоқимыз. Теріс, айқастырылған оң, теріс, айқастырылған оң және теріс. Бұл екінші рапорт болды. Тағы бір рет қайталап, содан кейін ары қарай өздеріңіз. Оң, теріс, айқастырылған оң, теріс. 3 ілмекті айландырып аламыз. Үш ілмекті бірге теріс, теріс. Келесі рапорт. Теріс, оң, теріс, оң, теріс. 3 ілмекті айландырамыз. Осылай жалғастырамыз. 12-ші қатар. Айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек. Бағанағы ортадағы ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Теріс, айқастырылған оң, теріс,
теріс. Міне бір рапортымыз. Тағы да. Оң, теріс, оң, теріс. Мәліметті де теріс. Теріс. Айқастырылған. Оң, теріс. Осылай барлық ілмектерді тоқи береміз. Оң, теріс. Екінші, екі рапорт. Үшінші. Оң, теріс. Оң, теріс. Теріс. Оң, теріс. Оң, теріс. Осылай барлық ілмектерді тоқып шығамыз. 13-ші қатар. Айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек. Енді мына жерде айқастырамыз. Оң және айқастырылған оң. Бір теріс ілмек. Келесі екі ілмекті де бір-бірімен айқастырамыз. Айқастырылған оң ілмек. Келесінде оң ілмек. Теріс. Оң. Теріс. Бір рапорт тоқылды. Келесі. Екінші рапортымыз. Оң. Айқастырылған оң. Теріс. Келесі екі ілмекті бір-бірімен айқастырамыз. Оң және айқастырылған оң. Бір теріс ілмек. Келесі екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Айқастырылған оң ілмек. Оң ілмек. Теріс. Айқастырылған оң ілмек және теріс ілмек. Тағы бір рет. Оң, теріс. Екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Оң, айқастырылған оң. Бір теріс. Екі ілмектің де орнын айырбастаймыз. Айқастырылған оң. Оң. Теріс. Оң. Теріс. Қараңыздар, әдемі болып келе жатыр. Енді бір рапорт тоқиық. Оң. Теріс. Екі ілмектің орнын айырбастаймыз.
bir tireslik kilis. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. 14-ші қатар. Барлық ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Айқастырған оң, теріс, 2 оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, тағы да оң, теріс, 2 оң, теріс, оң, теріс. Қараңыздар, 2 рапорт тоқыдық. Тағы бір рапорт қайталайық. Айқастырған оң, теріс, оң, теріс, 2 оң, теріс, оң, теріс. Осылай аяғына дейін қайталай береміз. 15-ші қатар. Оң айқастырған ілмек, теріс ілмек, оң ілмек. Енді қараңыздар, мұнда 3 ілмекті айқастырамыз. Ол үшін алда аламыз 2 ілмек. Қараңыздар. Теріс, оң, теріс, айқастырған оң, теріс, оң, теріс. Бұл біздің бір рапортымыз. Келесі. Айқастырған оң, теріс, оң. Келесі 3 ілмекті бір ілмекті алдыға қалай 2 ілмекті. Теріс ілмек, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс.
келесі рапорт оң теріс оң үш ілмекті бастырамыз. Теріс екіншіміз оң теріс оң теріс оң теріс. Үш рапорт оқыды. Тағы бір көрсетейін. Оң теріс үш ілмекті айқастырамыз. Теріс оң теріс жанды оң теріс оң теріс. Осылай барлығын тоқып шығамыз. 16-шы қатар. Оң айқастырылған теріс оң теріс оң теріс оң теріс оң теріс. Барлығын бір оң бір теріс қылып тоқи береміз. Оң теріс оң теріс оң теріс оң теріс оң теріс. Барлығын оң және теріс қылып тоқи береміз. Біздің резинкамыз болды. Енді шапкамыздың бастапқы тоқымасына көшеміз. Ол үшін барлық ілмектерді оң ілмек қылып тоқимыз. Барлық ілмектерді оң ілмек қылып тоқып шығамыз. Оңды да терісті де барлығын оң ілмек қылып тоқып шығамыз.
осылай кескенбіз. Келесі қатарымыз барлығын енді оңаймен қылып тоқи береміз. Осылай барлығын оңаймен қылып қарай аяғына дейін тоқимыз. Енді осылай шапканың үстін тоқи береміз. Енді кімге қандай ұзындыққа дейін тоқимыз, сосын көрсетемін сіздерге ары қарай. Қараңыздар, мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым. Менікі қазір өлшем шамамен 18 сантиметр. Енді не істейміз? Ары қарай бізге төбесін жабу керек. Ол үшін менде 90 ілмек болды барлық. Соны екіге бөлдім. Екі бізге екіге бөлдім. Одан кейін менде ортасындағы тиіспейтін, жабылмайтын ілмектер, олар 7 ілмекті алдым ортасына. Мұнда 45, мұнда 45. 45-тен 7-ні алдым. Менде 38 ілмек қалды. 38 екіге бөлдім. Мына жақта 19, мына жағында 19. Енді қазір мен бірінші қатарды жай ғана арасына біз өйткені мына жер төбесін жапқанда мына арада бізде резинка болады. Мынандай айқастырылған ілмектерден резинка болады. Сол себепті мына жерден бірінші бір қатар резинка мына жерден тоқып аламын. Соң келесі қатардан бастап қысқартуды бастаймыз. Бұл жерде 10 ілмектермен маркерге дейін тоқимыз. Маркерге дейін жетеміз. Мұнда кәдімгідей 10 ілмектермен. Енді маркерді екінші қысылып қараңыздар. Мұнда бірінші айқастырылған 10 ілмек жасаймыз. Айқастырылған 10 ілмек. Екінші бізде теріс ілмек, ол үшін одан кейін айқастырылған 10 ілмек, теріс ілмек, айқастырылған 10 ілмек, теріс ілмек және айқастырылған 10 ілмек. Ары қарай екінші жаққа дейін тағы да тоқи береміз. 10 ілмектермен тоқып шығамыз. Екінші мына маркерге дейін тоқимыз. Мына жерде келгенде тағы да солай. 10 теріс тоқимыз. Аяғына дейін өз бетімізбен тоқып шығамыз.
сосын келесі қатарда кездесеміз. Қараңыздар, енді келесі қатар қалай қысқартамыз. Маркерге дейін тоқимыз. Кәдімгі оң ілмектермен тоқимыз. Маркерге дейін бір ілмек қалғанша тоқимыз. Енді қараңыздар, маркерде біз бір ілмек қалды. Оны былай айландырамыз. Маркерді шешеміз. Мына жерде бізде айқастырылған ілмек. Оны былай аламыз. Енді қараңыз, екеуін орнын айырбастаймыз. Міне, бізге мына ілмек алдына жату керек. Қысқаратын ілмегіміз алдында. Енді екеуін бірге екі ілмекті бірге тоқимыз. Ары қарай мына жерде айқастырылған ілмек, айқастырылған ілмек, теріс ілмек. Енді мына арада қараймыз тағы да. Мұнда маркерден кейінгі бір ілмекті айқастырылған ілмек қылып тоқимыз. Енді ілмегімізді содан өткіземіз. Ары қарай осылай аяғына дейін тоқи береміз. Көрдіңіздер, бізде ортасындағы қысқартылған ілмек. Бірінші қатарда осылай тоқыңыз, екінші қатарда көрсетейін. Келесі қатар. Тағы да маркерге дейін тоқыңыз. Біз мұнда әр қатар сайын қысқартамыз. Әр қатар сайын. Маркерге дейін тоқимыз. Бір ілмек қалдырып. Тағы да мына ілмегімізді айландырып аламыз. Маркерді алып тастасақ та болады. Енді екінші ілмегімізді табамыз. Екеуін орнын айырбастаймыз. Енді мұнда айқастырылған ілмек. Тағы аламыз. Мына соңғы маркерден кейінгі ілмегімізді айқастырылған тоқимыз. Сосын мына жаңағы алып тастаған ілмегімізді орнына тігеміз. Қараңыздар. Міне мұнда уже көрініп тұр. Енді осылай екінші жағына дейін тоқи береміз. Екінші жағы ілмекті айландырып аламыз. Екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Бұлай. Бірінші ілмек бетінде жату керек, екеуін бірге әжелердің ілмегі тоқимыз. Ары қарай теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек. Енді мына жерде
бірінші ілмегімізді тоқымай аламыз. Бұл маркер, мынау осы жерде маркер болу керек. Сосын мында екінші ілмегімізді айқастырылған оң ілмек тоқимыз. Тоқымай алған ілмегімізді сол ілмектің үстінен өткіземіз. Енді ары қарай оң ілмек қылып тоқи береміз. Қараңыздар, енді жанында қалған ілмектер біткенше біз тоқуымыз керек. Міне менде жан жағында бір ілмектен қалды. Енді оны қалай тоқимыз? Бұны да осыған дейін тоққандай ілмегімізді айландырып аламыз. Екінші ілмегімізді оң жақ бізімізге аламыз да екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Енді екі ілмекті қосып, бірге әжелердің оң ілмегі қылып тоқимыз. Ары қарай теріс ілмек, айқастырылған оң ілмек, теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек. Мұнда да бірінші ілмегімізді тоқымай аламыз, екінші ілмегімізді айқастырып тоқимыз да, тоқымай алған ілмегімізді сол ілмектің үстінен өткіземіз. Енді екінші жағымызды да тура осылай қайталаймыз. Бірінші ілмегімізді айландырып аламыз, екінші ілмегімізбен орын ауыстырамыз. Енді екеуін қосып, оң ілмек қылып, артқы қабырғасынан алып, оң ілмек қылып тоқимыз. Ары қарай теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек. Енді мұнда тоқымай аламыз ілмегімізді, екінші ілмегімізді айқастырып, оң ілмек қылып тоқимыз да, ілмекті үстіне өткіземіз. Қараңыздар, біз қысқартқан кезде ортасында қысқарту ілмектерін ғана айқастырылған оң ілмек қылып тоқыдық, ал жанындағы ілмектеріміз кәдімгі оң ілмектер болып тоқылды. Енді ары қарай біз не істейміз? Мына жібімізді бір-біріне трикотаждық тігіс жасаймыз. Ол үшін біз мына жібімізден біртаз артық жіп қиып алуымыз керек. Мен осылай қиямын. Сосын оны біз инеге өткізіп, оны тігуіміз қажет. Ол үшін ең бірінші мына оң ілмектерді жеке аламыз да, теріс ілмектерді мен мынандай маркерге теріп аламын. Оларды астынан шапканың ішінен тігеміз оларды. Қараңыздар, теріс ілмектерді ғана маркерге жинап аламын, ал оң ілмектерді бізде қалдырамын. Теріс ілмектеріміз 3 болады, ал оң ілмектеріміз 4 болады. Жабамыз да маркерді ішіне қарай. Енді екінші жағында дәл осылай істейміз. Оң ілмектерді бізде қалдырамыз, теріс ілмектерді маркерге жинаймыз. Оң ілмекті бізде қалдырамыз, теріс ілмектеріміз маркерге жинаймыз.
Міне бәрін тердік. Енді маркерді жабамыз да. Оларды ішіне негізі кіргізіп қоямыз ар жағына. Бізге бер жағынан кедергі жасамауы қажет. Енді осы 4 ілмектен, 4-4 ілмектен трикотаждық тігіс тігеміз. Бізге ілмектерді тігу үшін барлығын классикалық ілмекке айландыру керек. Енді тігуді бастаймыз. Ол үшін бірінші астыға қарай түсіреміз. Қашаны үстіден астыға қарай қалдырамыз. Екіншіде үстіден астыға қарай жібереміз. Үстіге қарай қалдырамыз. Енді келесі үстіден астыға қарай жібереміз. Астыдан үстіге қарай қалдырамыз. Келесіде астыдан үстіге қарай жібереміз. Қалдырамыз.
Mında ümmitlerді biz ketіп аламыз. Барлығын жаңағыдай төгіп шығамыз. Мында текілмектерді классикалық түрде айландыруға. Жаңағыдай төгіп шығамыз.
Мхм.